Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз лабиринт. Сабақта үйренетініміз лабиринт ұғымы, бұрылыстар. Жас дос, лабиринт деген не? Сен лабиринттерді ойын саябақтарынан, компьютерлік ойындардан, теледидардан көріп жүрсің. Есте сақта, лабиринт түрлі өткелдері бар шатасқан құрылым. Лабириинттен жол тауып шығуға болады. Біле жүрейік, жапондар 7 жыл ішінде ең күрделі лабиринтті қолмен сызып шығарды. Бір қызығы, оны басынан аяғына дейін өту үшін де осындай уақыт қажет. Лабиринт. Лабиринт дегеніміз шатасқан жолдар. Лабириинттен жол тауып шығуға болады. Олар көбінесе ойындарда қолданылады. Лабиринт. Роботты лабириинттен шығара аламыз ба? Программа көмегімен роботты лабириинттен шығара аламыз. Ол үшін 58-ші суретте көрсетілгендей роботтарды 90-180 градусқа бұрамыз. Назар аударайық, бұрыштар градуспен өлшенеді. Градус мына жоғарыдағы 0 деген белгісі бар белгімен белгіленеді. Мысалы, 90 градус, 180 градус. Тапсырма. Мына суретте көлік қанша градусқа, қай бағытқа бұрылуы тиіс? Сіздерге көмек. Автокөліктің сағатта көрсеткісі бар деп елестетіп көріңіз. Және осы көрсеткіні дәл солға бағыттайтындай етіп бұрап көріңіз. Бір нұсқаны таңдаймыз. 90 градус жасап солға бұрылады, 90 градус жасап оңға бұрылады, түзу жүреді, артқа жүреді. Келесі дәптермен жұмыс. Ізденіп орында. Әр баланың жолын тауып, әртүрлі түспен боя. Кімнен ұнатады? Досың әңгімеле. Ойланып белгіле. Балалар лабиринт ойынын ойнады. Меруерт лабиринтте 10 минут жүрді. Елдос Меруертке қарағанда 3 минут артық жүрді. Елдос лабиринтте қанша уақыт жүрді? Келесі тапсырма сөзді тап. Мына шатасқан әріптерді тауып, жауабын жаз. Компьютермен жұмыс. Роботтың бұрылуын суретте көрсетілгендей ұйымдастыр. Балалар, бүгінгі сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.